Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дети. Тема нашего урока, сабақтың тақырыбы «Қандай әдемі балапан? Какой красивый цыпленок?» Сабақтың мақсаты: оқыған мәтіннің мазмұнын түсінемін, тақырып бойынша сөздерді дұрыс қолданамын. Жаңа сөздермен таныс боламыз, знакомимся с новыми словами. Балапан, цыпленок. Мекендейді, обитает, живет. Ұшады, летает. Ұя салады, вить в гнезде, гнездится. Бірінші тапсырма, первое задание. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Внимательно слушаем текст. Құстар жанды табиғатқа жатады. Птицы относятся к живой природе. Олар жоғары ұшады. Они летают высоко. Құстар ұяларын ағаштың басына, үйдің шатырына, қораның төбесіне салады. Птицы строят гнездо на верхушках деревьев, на крышах домов и на крышах сараев. Құстың балапаны ұяда өседі. В гнезде растет цыплят. Құстар біздің досымыз. Птицы наши друзья. Екінші тапсырма, второе задание. Суретке қарап, сөйлемдерді толықтыр. Смотрим на рисунок и дополняем предложение. Где многоточие, вставляем нужные слова. Здесь у нас нужные слова, керекті сөздер: құстар, қарлығаш, балапаны, ұяда. Үй жұмысы, домашнее задание, 6-шы тапсырма, 27-ші бет. 6-шы тапсырмада, ребята, сначала вы нарисуете цыпленка и описывайте. Здесь есть нужные слова, қажетті сөздер. Сүйкімді, әдемі, жұмсақ, кішкентай. Салады, құстың, өседі, ұя салады. Сау болыңыздар. До свидания.